Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі бейнежазба бізге Қызылорда қаласында орналасқан Анаға тағзым орталығы жөнінде болмақ. Анаға тағзым орталығы жас ұрпаққа рухани адамгершілік тәрбие беруге, отбасылық құндылықтарды нығайтуға, еңбек адамдарының өнегелі өмірін дәріптеп, қазақ әйелінің рухани бейнесін қалыптастыруға бағытталған мәдени нысан. Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін бізде кезекті бейнежазбамыз Қызылорда қаласында Назарбаев даңғылында орналасқан кереметтей ғимарат Анаға тағзым туралы ақпарат бермекпіз. Анаға тағзым ғимаратында қандай қызметтер жасалады, қандай жұмыстар жасалады, халықтың игілігіне, сол халыққа пайдасы болсын деп осындай контент түсіріп жатырмыз. Ана бір қолымен есікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді. Ата-ана алдындағы перзенттік борышымызды ешқашан ұмытпайық ағайын. Анаға тағзым орталығына қош келдіңіздер. Қала көркіне сән беріп, сыртқы келбетімен ішкі мазмұны үйлескен бұл ғимарат 2023 жылы облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың бастамасымен кәсіпкер меценат Марат Дүйсенбаевтың қолдауымен ашылды. Бір атап өтерлігі 2023 жылдың қазан айында Сыр өңіріне іссапары барысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев орталыққа арнайы аялдап ғимараттың тыныс-тіршілігімен, жұмыс бағытымен танысты, өзінің оң бағасын берді. Ендеше өскелең ұрпаққа, қыз-келіншектерге рухани адамгершілік тәрбие беру бағытындағы Анаға тағзым орталығының қызметімен етене таныс болыңыздар. Соңғы үлгідегі құрал жабдықтармен қамтылған орталықты Мирас әжелер клубы, Бой тұмар қыздар клубы, Ана тілі дебат клубы, Жас отау, жас отбасылар клубы мен Береке аспаздық студиясы, Шамшырақ фото-видео студиясы және психолог-медиатор кабинеті жұмыс істейді. Бұдан бөлек, ұлт шақоты музейлік залы, 40 орындық конференц-зал, 70 адамға лайықталған мәдени концерттік зал, коворкинг кабинеті бар. Және бұрынғы КСР Хиуаз Досманова екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Қазақтан шыққан жалғыз ұшқыш әйел, халық қаһарманы. Көріп тұрсыз ғой, суреттер арқылы сол аналардың ғұмырнамасымен толығырақ танысады ғой. Томирис Тұмар ханым біздің заманымызға дейінгі 6 ғасырда өмір сүрген Сақ Массагет тайпасының патшайымы. Керемет. Мұнда ұйымдастырылатын түрлі бағыттағы курстар мен шеберлік сағаттарына, тренингтерге мектеп жасындағы оқушы қыздар, студенттер мен жас келіндер тегін қатыса алады. Анаға тағзым бірегей жобасы мемлекет қайраткері Бердібек Сапарбаевтың бастамасымен 2018 жылы Ақтөбе, 2021 жылы Тараз қалаларында бой көтерген. Дәстүрлі мәдениетті жаңғыртып, әйелдер еңбегін дәріптеу және өнегелуді діттеген өміршең идеяны аймақ басшысы Нұрлыбек Нәлібаев жалғап, оны кәсіпкер меценат Парасат орденінің иегері Марат Дүйсенбаев қолдап, 2023 жылы Анаға тағзым орталығы салтанатты түрде Сыр өңірінде көпшілікке есігін айқара ашты. Әлеуметтік желінің шексіз мүмкіндігін ұтымды пайдалану бағытына Анаға тағзым орталығы бір шәугім шай, апат тайм, тілге тиек, бір толқында, сол қорбым, этикет әлемі, әжемнің ертегісі секілді бейне өнімдерді көпшілік назарына ұсынып келеді. Мұнда басты мақсат төл құндылықтарымызды, ұлттық болмысымыздағы ерекшеліктерді ұдайы насихаттап, өскелең ұрпаққа рухани адамгершілік қолдау көрсету, әлеуметтік желіні тәрбие құралына айналдыруда аталмыш жобалардың маңызы зор. Орталық ішіндегі клуб-студиялар жұмысымен қатар Анаға тағзым ұжымы тұрақты түрде мәдени көпшілік шараларға ұйытқы болып отыр. Аймақ әйелдеріне арналған ұлықты әйел ұлт ұйытқысы, ашық есік күндері, ой төбе, алтын ұя, отбасылық зияткерлік квест ойындары, мектеп оқушылары мен студенттерге арналған даму лайф жобасы, Әлдей Ана республикалық онлайн байқауы, Бекзат қыздар академиясы тағы басқасы бар.
Анаға тағзым кәсіпкер мен тұтынушы арасындағы алтын көпір. Қызмет бағытының бір бөлігін креативті индустрияға бейімдеген орталық қос тарапқа да тиімді мүмкіндік ұсыну мақсатында байыпты бастамаларды жүзеге асырып келеді. Олардың қатарында брендке бір қадам сауда көрмесі, Etno Fashion, облыстық сән үлгісі фестивалі, креатив урбан тур және креатив идеяс, креативті идеялар конкурсы бар. Аз ғана уақытта байыпты бастамаларға ұйытқы болған берекелі орталық бренд өнімдерін шығаруда қолға алды. Солардың бірі өмір иірімдері тұмары. Эксклюзивті әрі креативті төл өнім ұлттық құндылықтарды уақыт талабына сай үйлестіріп, әрбір шаңырақты түрлі қауіп-қатер тіл көзден сақтау мақсатында жасалып отыр. Ұлттық домбыра күніне орай ерен еңбегі үшін медалінің иегері Әлімжан Әбсадық ағамыз бастаған сыр бойы күйшілері анаға тағзым орталығында бас қосты. Егер біздің қазақ тілді арнамыздың бейне жазбасы сіздерге ұнап жатса, еңбегіміз ұнап жатса, арнаға тіркеліп, бағалап, пікір қалдырып кетіңіздер ағайын.